sì, date che farmi dalle toppe fermande. Dai, quiero fare olilo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te digan cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destonarte besos despacito. Firme las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo de lo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, ay, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Қозлақтың ойнаған әдемі, Despacito. Тамаша, керемет. Неге? Бір адаммен бірге біздің студиямызға қаншама әнші келді. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Неге? Төрлетіңіз. Алейкумассалям, ортаға шақырамыз. Қымбатты көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта пародист, актер Шыныбек Рахмаш. Тағы да қош келдіңіз дейміз. Көп рахмет, қош көрдік. Шыныбек, қайырлы таң. Енді жасырын емес, жаңа ғана өнеріңізді тамашаладық. Тамаша энергетика берілді, біздің көрермендерімізге де жетті деп ойлаймын. Негізінде бүгінгі таңда жасырын емес, ғаламтор, интернет желісі үлкен күшке ие. Танылуда, насихаттауда кез келген ақпаратты өте оңай, жеңіл. Көрермендер жақсы қабылдайды. Енді сіздің басты мақсатыңыз қалай болды? Өнерге деген құштарлығыңыз ба, әлде тез танылудың жолдары ма? Жоқ, негізі мен осы Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетін актер эстрада мамандығы бойынша бітірдім. Сол мамандықта Қазақстанда өзі алғаш рет, тұңғыш рет қабылдады Бауыржан Ибрагиев ағамыз. Жаңағы әзіл саласында, эстрада миниатюра саласына жонглер, цирк өнері, одан кейін пантомимо, пародия, осы барлық жанр кіреді. Бірақ пародияны шыны керек кішкентай кезімнен өзі осы 10 жасымнан бері пародияны салып жүрдім. Ағайын туысқандарға, көрші көлемдерге, үйге келген қонақтарға салып жүрдім. Бірақ актерский оқыған кезде, актер мамандығын оқыған кезде сол жерден бізде пародия ішінде саласы болған кезде дайындалып жүрдім да, бірақ жаңағыдай беру формасын ойлап жүрдім, шыны керек. Қазір кәсіби түрде. Қазір кәсіби түрде. Сосын шығардық, солай басталып кетті біз. Енді танымал болу жолдары туралы айтып отырмыз ғой. Енді сіздің ерекше шаш үлгіңіз де өзіңізге назар аудартады. Бұл да танылудың бір жолы ғой. Мінекей, мен де ұстап көріп жатырмын. Имидж барлығын шешеді. Осында шаш үлгімен жүргеніңізге қанша уақыт болды? Оны кім ойлап тапты? Бір аптадай болды осы шаш үлгісін қойғаныма. Өйткені шашым өзі негізі бюро, бірақ тас бюро емес. Былай шалқыма бюро дейді ғой. Енді сіз бюро шашты өзіңіздің фишкаңызға айналдырдыңыз ғой. Қалай бюролайсыз? Бигуди саласыз ба? Ирина қоймайды соңына дейін білгенше. Мен сіздерді қалдырып шыға берем ғой. Жігіттер болып жарайды, рұқсат бердік. Сұрақтарыңыз болса енді қалай екенен танымал болған. Бірден жарқ ете қалдыңыз, әлеуметтік желіні жара салдыңыз. Енді арғарай қалай болып жатыр? Енді немен таң қалдырамыз көрерменді? Негізі бастамасында өзім ойлаған жоқпын, осылай жасап көрейін деп. Негізі бұны сөзінің шыны керек, шындығын айтайын. Америкада Диснейлендта бір жігіт бар. Сол жаңағы мультфильмдердің кейіпкерлерінің дауысын салатын, сол жігітті көріп, содан басталды негізі шыны керек. Одан кейін Россияда жаңағы Америкадан көріп жасаған, мен соның қазақша нұсқасын жасап көрейін деген өзімде ниет болды. Жасап интернетке салдым. Одан кейін өзім білмей қалдым. Қалай танымал болып оянғанымды білмей қалдым. Басында Асқат Тарғановтың Мария Магдалина әніне жасадық. Одан кейін сол басталғаннан кейін екінші Ерке Есмахановтікі кетті. Одан кейін осы соңғысы Деспасито болды. Сөйтіп бірінен соң бірі кете берді өзі. Енді алдағы уақытта музыкалық емес, кино жанрында жасағым келіп жатыр. Сондай ой бар. Шыныбек, енді тағы бір жаңалықпен көрермендерімізбен бөлісе кеткеніміз жөн. Енді сізді әріптес деп атауға толық негіз бар. Себебі жаңа маусымда Балапан телеарнасында көрермендерімізді қуантасыз. Толығырақ өзіңіз айтып берсеңіз енді. Ас дайындағыларыңыз келсе, аспаз мектебін көріңіз. Бірден бе? Осы аспаз мектебі бағдарламасы өзі бұрыннан бар бағдарлама. Осы жаңа маусымда кастинг болып, кастингіне шақыртқан болатын. Кастингке келдім, қатыстым. Содан хабар келіп, өттіңіз деп, соны қазір жаңа маусым бастап жатыр, түсіріліп жатыр, түсірілім алаңы. Енді басында бірден келгеннен кейін бұрын соңды жүргізуші жағынан көрмегеннен кейін, енді бірақ
көре жайлап үйреніп жатырмыз. Жақсы бастамамыз. Енді бірден іске көшкім келіп отыр мен. Иә. Көрейік та, өнерін тамашалайық та. Көрейік. Иә, біраз әнші Заттыбек таныдым мен арасында. Қайрат Нұртасты таныдым. Иә, біразын танып қалдым. Енді дәл қазір кімге қолға саламыз? Кімді көргілерің Қазір жаңа ғана айтып қалдық әріптестер, Ирина Жансерік, фильмға бір жаңа нәтижеге жеткім келеді. Енді болашақта қандай фильмдарды жасағыңыз келеді? Мәселен, мультфильмдерді сомдау. Ойыңызда бар ма? Киноларға емес, кинодағы жаңағы танымал кинодағы кейіпкерлердің даусына пародия жасау. кейіпкерлердің образымен қоса. Киім үлгісімен, сыртқы образы, жүріс тұрысы, даусын, соның барлығын қосып шығарамыз. Иә, бұл жерде ашып айту керек шығар, иә, әріптестер. Бұл дубляж өнері емес. Сіз негізі актердің өзін, немесе танымал жұлдыздың өзін толық образымен, даусымен, өзінің жүріс тұрысымен сомдағыңыз келеді. Солай ғой? Солай. Шынбек, ертең бізге қонаққа Тука келеді. Нұржан Төлендиев. Міне, Енді көрермендерді шақырайықшы, ертең бізді тамашалаңыз, мен қонақтамын деп. Ассалаумағалейкум телекөрермендер. Ертең Таңшолпан бағдарламасына мені көруге келіңіздер. Өтіл көресің-ау, енді кім берсем? Сіздің сүйікті пародияңыз бар ма? Сүйікті пародия менің бар. Бірақ оны шыны керек айтқым келмейді. Алдағы уақытта дайындап жатырмын. Бар. Жақсы, фишкаларыңызды ашпай қойып. Сүйікті кейіпкерім, сүйікті актерім, сүйікті образым, соны жаңадан ойлап жатырмын. Бірінші болып бізге келіп айтасыз. Иә, бірінші Эксклюзивті сұхбат болсын онда. Шыныбек, енді бұл өнер жалпы, иә, ананың сүтімен, қанмен беріледі деп жатамыз. Ол енді сіздің тұқымыңызда бар дүние ғой, бұл өнер жарып шығады. Енді сіздің отбасыңызда кім өнерге жақын жалпы? Негізі анамның айтуы бойынша, анам маған аяқ ауыр кезінде жаңа көріністерде ойнап, жаңағыдай спектакльдерде ойнап жүрген болатын. Сондай естідім. Өнерге жақын ғой демек анаңыз. Ағашларымнан, анам жағынан тараған. Міне, отбасыда өнер бар, отбасындағы мүшелер мысалға расымен де өнерлі. Сол үшін Шынбек бүгінгі таңда енді тек қана Қазақстан деңгейде емес, әлемдік деңгейде тануыңызға біз тілектеспіз. Көп рахмет. Тағы да кім саламыз? Кіммен ойнатамыз? Бізді салсыншы. Мәселен, сізді ма? Жалпы бір пародияны жасап шығару үшін сізге қанша уақыт керек? Иә. Уақыт керек болған. Осылай 10 минут танысып салып кете аласыз ба? Кей кезде дайындалам, кей кезде біреуді көремді, қасымдағы адамдарды көремді. Бір 2 күнде, 3 күнде кейбір көшеде кетіп бара жатқан кезде соның дауысы келіп, түрінің жаңағы образы, мимикасы келіп. Менде сосын анандай қабілет бар, біреу сөйлеп отқан кезде түрін еріп, сөйлеген сайын ерінің бәрін қайталап, сол образын жұтып отырамын өзіме. Жақсы, бұл нағыз актерге тән қасиет деп ойлаймын, болашақта сізге керек болады мамандығыңызда. Сонымен алдарыңызда Ирина Тен көрейікші ал. Ирина Тен. Мен өтінішімді орындаңызшы. Таңшолпан бағдарламасының жаңа маусымы, бізде жаңа студия, жаңа қонақтар. Бағдарламамыздан алыстамаңыздар. Енді Назерке Нұртас. Назерген білмеймін. Қазір жадымды зеңші. Менің даусым салы қиын деп қояйыншы. Жарайды, болашақта дайындықпен, кереметті жаңалықтарыңызбен біздің студиямызға келіп тұрыңыз. Тек шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Сіздердің де бағдарламаларыңызға творчестволық табыс тілеймін. Көрермендеріңіз көп болсын. Халықтың көңілінен шыға беріңіздер. Таңғы уақытыңызды бөліп, Шыныбек келгеніңізге көп рахмет. Біз Таңшолпан шығармашылық ұжымынан тек қана сізге алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Және қымбат телекөрермендер, бүгін бізде қонақта белгілі парадиз Шыныбек Рахмаш. Шыныбек, қоштасайық та біреудің досымен. Кімнің досымен қоштасамыз? Кімнің досымен қоштасақ болады? Қайрат Нұртас. Болды, дайын. Қоштасамыз ба? Иә, сіз қоштасыңыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Олай болса бағдарламамыздың соңында Таңшолпан бағдарламасы. Біз сіздермен қоштасамыз. Қап, Саражат қалақ жантас. Тағы жағаластың ба? Қазір шекеңді шодыра айтайын. Иә, бұл менің атым Қожа. Фильміндегі Қожаның рөлі болатын қымбат телекөрермендер, ал Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда өздеріңізге не ұсынады, біз дәл қазір экранға мұқият зер салайық.